Сәлеметсіздер ме біздің құрметті оқырмандар. Отбасылық оқу кітапханасы Абай мұрасы, халық қазынасы атты кітап көрмесін ұсынады. Абай лебі, Абай үні, Абай тынысы, заман тынысы, халық үні. Бүгінде олын біздің де үнге қосылып, жаңғырып, жаңа өр салыпты. Ол қалдырған күйдаланы кернейді, ұшқан оттай құс қанатын сермейді. Тыңдар құлақ тығындалып қалмаса, бас көрсе де Абай сөзі өлмейді. Бүгінде бүкіл алаш жұрты еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін ұлы Абайды жақсы білсе, ал Абай арқылы қазақ елін төрткүл дүние танитыны хақ. Көзі тірісінде өзінің көрген қайғы қасіретіне қарамастан, жұртының сол кездегі хал жағдайын көріп, ақ параққа жанынан ақтарыла ойын жазып, халқының шел басқан жанарын тазартуды көздеді. Бүгінде уақыт пен тарих әр нәрсені өз орнына қойды. Халқының қамын жеп, халқының қамы үшін көп нәрсені құрбан етіп, аяулы армандарынан бас тарта еңбек еткендер тарихта мәңгі қасқайып қалды. Соның бірі, осы күні бүкіл халық оның алдында бас иетін ұлы Абай.